Құрылыс салу тығыздығы көптеген қалаларда, әсіресе бұрынғы кеңестік қалаларда өткір мәселе болып отыр. Тарихи тұрғыдан 20 ғасырда қалыптасқан біздің қалалардың салу нормалары мен дәстүрлері бүкіл әлем үшін жайлы ортаның үлгісі болып отырған еуропалық қалалардың сан ғасырлық дамуынан қатты ерекшеленеді. Модернизм, индустрияландыру және жалпы автомобильдендіру дәуірінде жоспарлау қаланы бір қызметке ғана ие аймақтарға, бір-бірімен кең автострадалармен жалғанған әкімшілік іскерлік орталыққа, өнеркәсіптік аймақтарға, тұрғын үй шоғырына бөлуді дұрыс деп тапты. Қала халқының жылдам өсуі тұрғын үйді мүмкіндігінше көп халықты сыйғызатындай етіп салуға мәжбүр етті. Бүгінгі әлемдік тәжірибе неғұрлым ыңғайлы қалалар жаяу баруға болатын әртүрлі қызметтері бар аралас және тығыз құрылыс салуды алға тартып отырған қалалар екенін көрсетіп отыр. Олар бос және қараусыз жерлер қалдырмастан қаланың шектеулі жер ресурсын барынша тиімді пайдалану мақсатын көздейді. Бұл жағдайда халықтың тығыздығы жолға және инфрақұрылымға түсетін жүктеме тұрғысынан оңтайлы болуға тиіс. Алайда ең бастысы орта жинақы, жайлы болып, адамға сай өлшемде қалуға тиіс. Тығыздық дегеніміз не? Талдап көрейік. Құрылыс салу тығыздығының артуы бізде әдетте айтарлықтай деңгейде жүйесі жүргендіктен, қала тұрғындарының көп бөлігінде тіпті тығыздық деген сөздің өзіне жақтырмаушылық орнығып қалған. Алматылықтар тығыз құрылыс салуға қарсы наразылық танытуда. Белсенділер нүктелік құрылыс салудың кезекті жобасын тоқтауды талап етеді. Наразы қала тұрғындары қаланың тығыздалуын тоқтатуды сұрайды деген тақырыптар соңғы уақытта өте жиі естіледі және көпшілігі шын мәнінде нашар жобалар кесірінен тұрғындардың қала салушылар мен билікке деген зор сенімсіздігі барын көрсетеді. Әсіресе қалыптасқан ортаны ескерместен аула аумағында көп қабатты тұрғын үй салатын, немесе жаңа үйді жоспарлата салу жүргізілетін жағдайда бұл жобалар ұсқынсыз болып, ауданның артықшылықтарын арттырмайды. Қайта көбіне оның мәселелерін қиындатып жібереді. Құрылыс салушылар әдетте бос жер телімін жай ғана игерумен айналысады да, ауданға терең талдау жүргізбейді. Бұл нашар тығыздық деп аталатын тығыздық. Бұл санатқа ғимараттардың стилі, биіктігі және көлемі бойынша көзге өрескел көрінетін нүктелі құрылыс ғана емес, сонымен бірге мысалы ауданның көбесе ұлғайып отырған халқына арналған көліктік қолжетімділік пен әлеуметтік инфрақұрылым ескерілмеген ауқымды құрылыс салу да жатқызылады. Бұған тығыздық ошақтарын Астанадағы немесе Астанаға еліктейтін басқа қалалардың жаңа аудандарындағы сияқты бір-бірінен алыс орналастыруды да жатқызуға болады. Осындай мәселесі бар жобалардың бәрін олардың әдетте бір ғана тұрғын үйлік қызметінің болуы біріктіреді. Осы бір 15 қабаттық, 15 кіреберістік құбыжықтар мен әрбірінде 100 пәтерден бар 16 қабаттық шамдалдардың бәрін халық жаппай тілмен адам илеуі деп атайды. Ең қызығы Қазақстанның қала салу саясатындағы мұндай тәсіл қалалардың жалпая түсуімен жақсы тіл табысады. Urban sprawl термині тек ендете кеңеюді, белсенді қала ортасын құрайтын аудандардан алыс шет аймақтарда ірі ықшамаудандар салуды білдіреді. Ықшамаудандар салу құрылысы классикалық болсын, шет аймақтарға құрылыс салу түрінде болсын, немесе тұрғын үй комплексі құбыжықтардың кішірейтілген ауқымы түрінде болсын, әдетте жайсыз болады. Ол жақта бизнес өспейді. Адамдар бұндай аудандарды ұйықтайтын аудандар деп атайды. Таң қаларлық жай ол жерлерде зәулім тұрғын үй ғимараттардың барына қарамастан, олардың тығыздығы көп емес. Бәр мәселе сонда, заманауи түсініктегі тығыздық деген көп қабаттылық дегенмен бірдей емес. Тығыздыққа әртүрлі тәсілмен қол жеткізуге болады. Қала ортасының қайнап жатуы, не тіршіліксіз қалуы, тығыздықтың жақсы не жаман болуы қай тәсілді таңдауға байланысты. Мысалы, бізге тән типтік ықшамаудан араларында бос жерлері көп шоғырланған ауқымды үйлер немесе мұнаралар. Мұндай жерлерге жан бітіру пайдалану мүмкін емес. Олар күдікті, қауіпті және уақыт өте келе тек қана дағдарысқа ұшырайтын жерлерге айналады.
Таңғаларлық жай болса да, биіктігі аздау, бірақ жер оңтайлырақ, қарқындырақ пайдаланылатын тығыз көшелер торымен бөлінген жайлы ауқымда кварталдар қалыптастыратын құрылыс салу дәл сондай, тіпті одан да артық тұрғын үй шаршы метрлерді береді. Барлық әлемде бұны баяғыда түсінген, ал неліктен бізде ықшам аудандар салу жалғасуда? Біріншіден, бұл құрылыс компанияларына тиімді. Осылай арзанырақ салуға және тезірек пайда алуға болады. Екіншіден, әлемнің біз жақтағы бөлігінде қолданылатын құрылыс салу нормалары қалыптастырылатын ортаға, қызметтердің алуан түрлігіне, кеңістіктің пайдалануына және жалпы пайдалану аймақтарына ешбір талап қоймастан тапсырылатын тұрғын үйдің шаршы метрлері негізінде есептеп шығарылады. Бұл тек ықшам аудандық емес, сондай-ақ нүктелік құрылыс салуға да қатысты. Басты міндет квартал, аудан немесе қала ауқымында жаңа объектілердің қалыптасқан контекстімен арадағы жайлы ортасымен байланыстарын құру емес, бір учаскені игеру болып табылады. Жақсы тығыздық дегеніміз не? Біреу жарайды, бәрі оңай ғой, 8 шамдал орнына кішірек кварталға бірігетін 32 үй саламыз деп айтуы мүмкін. Алайда бұл тым жеңілдету және қате болмақ. Ең алдымен айтатыны, урбанистикада тығыздықты түсіну шаршы метрлерді механикалық түрде есептеуден қатты ерекшеленеді. Заманауи тілмен айтқанда, тығыздық бірден бірнеше факторды білдіреді. Бірінші кезекте бұл ортаның алуан түрлілігі, ғимараттардың тұрғын үй типтерінің, объект қызметтерінің, іскерліктен мәдениеттікке, әлеуметтіктен саудалыққа дейінгі алуан түрлілігі ауданды пайдалану үшін көптеген мүмкіндіктер мен сценарийлер жасайды. Тығыздықты арттыру бос бір участок үшін емес, аудан үшін жоспарланып, ойластырылған стратегия болуға тиіс. Тұтастай қала неғұрлым тығыз болған сайын, экологияға түсетін жүк те азырақ болады. Өйткені адам әлде бір қызметке, мейлі жұмысына немесе барға болсын, балабақшаға немесе саябаққа болсын, жету үшін автомобиліне азырақ отыруына тура келеді. Алуан түрлілікті ынталандыратын тығыздық қаланың орнықты дамуының маңызды құралы. Ол сондай-ақ іскерлік белсенділікті ынталандырады. Шағын және орта бизнес үшін аудандардың тартымдылығын арттырады. Екіншіден, жақсы тығыздық бұл бір жоспарланып отырған аудан шеңберінде белсенді қасбеттері бар, тіршілігі қайнаған транзиттік көшелері де, үлкенді кішілері де, жаяу жүргіншілерге арналған көшелері де алуан түрлі болуға тиіс көшелердің дамыған торламасы. Дәл осы көшелерде тұрғындар қала ішінде қозғалып, уақытының көп бөлігін өткізеді. Дәл көшелер ортаны қалыптастырады. Сондықтан көшені қалыптастыратын ғимараттардың дұрыс жобаланғаны маңызды. Егер орта адамдарға тек қонаққа барғанда ас үйде ғана емес, сонымен бірге қала ішінде де бір-бірімен көбірек сөйлесуге, кездесуге және өзара қарым-қатынас жасауға көмектессе, онда олардың әлеуметтік капиталы мен өмір сапасы өседі. Үшіншіден, жақсы тығыздық бұл қала ауқымындағы тығыздық. Мұнда біз тағы да көліктік бағдарлаулық даму идеясын іске аламыз. Тығыздықты арттыру жоспарлары ауданның көліктік қолжетімділігінің арттуына байланыстырылуға тиіс, және күтілетін тығыздық көп болған сайын, көліктік шешімнің де тасымалдау қабілеті үлкен болуға тиіс. Бірінші кезекте, біз қоғамдық көліктің метро, БРТ, ЛРТ сияқты магистральды жылдам түрлері туралы айтып отырмыз. Қаланың бөліктері өзара неғұрлым жақсы байланыстырылған сайын, соғұрлым ол тұрғындар үшін жинақы болады. Тығыздықтың өзі мақсат емес. Барлық қаланы аса тығыз жасау керек деген міндет тұрмау керек. Бұл арада алуан түрлілік маңызды. Қалада тығыздығы аз аудандарда, көп аудандарда, тартылыс орталықтарда, тыныс-шарақ аудандарда, белсенді және рекреациялық аймақтарда болуға тиіс. Ең бастысы, кеңістікті пайдалану қалыптасқан контекстімен, орынның сәйкестігімен, көліктік қолжетімділікпен және теңгерімі дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік беретін басқа да факторлармен ақталатындай болу керек. Қалаларымызда тығыздатылуға тиістілі дау тудырмайтындай аудандар бар. Бұл қаланың құрылыс салынған тініне сызат түсіретін жеке сектор мен
өнеркәсіптік аймақ шоғырлары. Қалаларымызды нашар тығыздықтан құтқарып, тығыздық дұрыс арттыра бастау үшін не істеу керек? Қала саясаты өзгеруге тиіс. Тығыздықты учаскеге келетін шаршы метрмен есептеуден доғарып, жаңа жобаның көрші квартал, аудан мен тұтастай қалаға тигізетін әсерін есепке алу керек. Тұрғын үй салу әу бастан және қайткенмен де басты мақсат болмауға тиіс. Мақсат қала тұрғындарын тұрғын үймен де жайлы ортамен де қамтамасыз ету. Тығыздату аймақтарын белгілейтін басты жоспарлар олардың көп қызметтілігі жөніндегі регламенттерді қарастыруға тиіс. Бұл тек мектеп, балабақша, емхана ғана емес. Коммерциялық іскерлік орталығы, рекреациясы, мәдени объектілері және жалпы пайдаланудағы аймақтары бар толыққанды аудандарды. Олардың қоғамдық көліктің заманауи жылдам жүретін түрлерінің көмегімен көліктік қолжетімділігін де көздеу өз алдында маңызды. Сондай-ақ қалаларда ені жайлы болатын көшелер пайда болу үшін жаңа ғимараттарды белсенді қасбеттері бар кварталдық құрылыспен бос жерлер қалдырмай орналастыру мүмкін болу үшін көптеген стандарттар мен жобалау нормаларын қайта қарау керек. Қалаларымыздың көпшілігінде шекараларды кеңейтуге тыйым салу керек. Мүмкін болса, соңғы 10 жылда созылғандарын бұрынғы қалпына келтіру қажет. Олардың ішінде де жердің пайдаланылмаған үлкен әлеуеті бар. Шет аймақтарға құрылыс салуды ішкі ресурс таусылғанда немесе құрылыс салу аймағына жылдам жүретін қоғамдық көліктің қуатты дәлізі салынған жағдайда ғана бастауға болады. Қала билігі құрылыс салушылармен арадағы қарым-қатынасын олар жерді жекеменшік жер үй салуға алып жатқандай түрде қалыптастыруын доғаруы керек. Қаладағы жер теліміне біріншіден құрылыс салудың басты жобасын әзірлеуге байқау жариялау керек. Онда қалаға қажет параметрлер негізге алынуға тиіс. Бұл алуан түрлі функциялар, көшелердің тығыз торламасы, қоғамдық кеңістіктер мен жасыл аймақтар, талап етілетін әлеуметтік инфрақұрылым мен көліктік қолжетімділікті бағалау. Басты жоспар бекітілгеннен кейін осы учаскеде құрылыс салуға сәулеттік байқау жүргізу қажет. Бұл арқылы жобалардың сапасын көтергенімізді айтпағанда, қала жердің бір бөлігін құрылыс салушыға жаңа бір ұйықтайтын ауданға бөліп бергеннен әлде қайда көп пайда көреді. Көліктік бағдарлаулық даму жоспарлаушылар, шенеуніктер мен құрылыс салушылар үшін қасиетті кітаптай болуға тиіс. Тек сондай жағдайда ғана біздің құрылыс салушыларымыз өздерін девелоперміз деп атай алады.